Сәлем достар, сонымен үшбұрыштар тақырыбын ары қарай жалғастырамыз. Бүгін үшбұрыштардың ауданы. Үшбұрыштың ауданының үш формуласы бар. Негізгі үш формуласы. Ол егер үшбұрыштың қабырғасы және табан қабырғасы және биіктігі берілсе, онда формула S тең, аудан тең. Осы екі қабырғасының көбейтіндісінің жартысы, немесе 2-ден 1 А көбейту H, табан мен биіктігінің көбейтіндісінің жартысы деп айтады. Немесе екі қабырға және оның арасындағы бұрыш берілсе, онда ауданы 2-ден 1 осы екі қабырғасының көбейтіндісі және арасындағы бұрыштың синусына көбейтіледі. Яғни 2-ден 1 А көбейту Б көбейту синус альфа. Сосын егер үшбұрышта және үшінші, егер үшбұрыштың ABC үш қабырғасы берілген болса, онда Герон формуласы арқылы шығарады дейді. Герон ол көне грек ғалымы, математика соның атына қойылған. S тең P, P минус А, P минус Б және P минус С дейді. Оның барлығы түбірдің астында. Ал P деген не? P деген осы үш қабырғаның периметрінің жартысы. Яғни P деп мен мына жерге жаза салайын. А қосу Б қосу С бөлінген 2. Жартылай периметр дейді. Достар, осы үш негізгі формула. Осы формулалар арқылы шығады. Үшбұрыштың аудандарын есептейтін кезде осыларды қолданамыз. Сонымен бір есепті қарастырып көрейік. Тең берілі үшбұрыштың табаны 30 сантиметрге тең, бүйір қабырға 25-ге тең, үшбұрыштың ауданын табыңыз. Табаны 30 сантиметр, бүйір қабырғасы 25 болатын болса, суретте белгілегендей тең бүйірлі үшбұрыш 25-25-тен тең болады қабырғалары, тең бүйірлі. Сонымен үшбұрыштың ауданын табамыз. Енді жаңағы айтылған үш формуланың біреуін қолданып көрейік. Бұл жерде біздер мынандай биіктік түсірсек болады. Және тең бүйірлі үшбұрыш болғандықтан, тең бүйірлі үшбұрышта биіктік ол бізде медиана әрі бисектриса болады. Медиана деген бізде қабырғаны қақ бөледі, яғни дәл ортасынан түседі, сондықтан мыналар бізде 15 және 15 болып бөлінеді. Ары қарай үшбұрыштың ауданын табу үшін негізгі үш формуланы біздер жаздық. Сол үш формуланың бізге мынаусы керек болады. Егер біздер А, Б, С және мына биіктігін біздер мына жерде Д деп белгілейтін болсақ, 2-ден 1 табаны АБ болып тұр және биіктігі СД болып тұр. Табаны мен биіктігінің көбейтіндісінің жартысы деп айттық жаңа. Табаны бар бізде, АБ ол 30 сантиметр. Енді СД белгісіз. СД белгісіз. Осы СД-ны табу үшін біздер СДБ деген үшбұрышты қарастырамыз. СДБ деген үшбұрышты қарастырамыз. Ол тік бұрышты үшбұрыш. Ол жерде мына қабырғасы бізде 15-ге тең, жаңа айттық біздер. Гипотенузасы 25-ге тең. Және мына СД-ны табу үшін Пифагор теоремасын қолданамыз. Пифагор теоремасы СД квадрат тең болады гипотенузаның квадраты BC квадрат азайтылған катеттің квадраты BD квадрат. Сонымен ары қарай CD дейміз да, түбірдің астынан алайық бірден. BC 25 квадрат азайтылған BD 15 квадрат тең 625 азайтылған 225 түбірдің астында тең болады 400. Сонда түбірасы 400 ол 20-ға тең. Сонымен достар болды. Формулаға қоямыз. S тең 2-ден 1 көбейтеміз АБ табаны 30-ға тең, CD биіктігі 20 қазір ғана таптық. 20 мен 2-ні қысқартсақ 1, 10. 30-ға 10-ды көбейтсек 300 сантиметр квадрат. Сонымен үшбұрышымыздың ауданын бізде 300 сантиметр квадрат. Жауап А болады. Сонымен үшбұрыштар тақырыбын жалғастырамыз достар. Мынандай дайын есеп берілді. ABC үшбұрышы биіктігі CD 15-ге тең, АБ 22 табаны және ауданын табыңдар дейді. Енді үшбұрыштардың негізгі үш формуласы бар. Аудан табудың ол жерде ең біріншісі біздер айттық, табаны мен биіктігін көбейтеміз және 2-ге бөлеміз. S тең табаны AB
көбейтілген биіктігі CD. Және 2-ден 1 деп алдына қоямыз, яғни табан мен биіктігінің көбейтіндісінің жартысы. Сонымен S тең 2-ден 1 AB 22 көбейтілген CD 15. 22 мен 2-ні қысқартсақ 11 болады. Ары қарай 11-ді 25-ке көбейтеміз. Жауап 165. Жауап Б болады. Әзірше қарапайым есептерден бастаймыз. Үшбұрыштар тақырыбын достар жалғастырамыз. Тік бұрышты үшбұрыштың катеттері берілген. А 7 см, Б 4 см. Үшбұрыштың ауданын табыңыз. Неге екі сурет, достар? Кейде тік бұрышты үшбұрышты бізге былай салған ыңғайлы болады, кейде былай болады. Сондықтан әрқайсысына біздер үйренуіміз керек. А қабырғасы 7 см, 4 см, немесе мысалы мына жерде мынаны 7, мынаны 4 деп қойсақ болады. Үшбұрыштың ауданы. Үшбұрыштардың ауданында 3 формуласы бар, өздерің білесіңдер. Сондықтан ол жерде ең бірінші тұрған формула табаны мен биіктігінің көбейтіндісінің жартысы. Биіктігі де біздер мына 7 сантиметрді аламыз, ал табаны бізде 4 болады. Ал былай қарайтын болсақ, сол катет мынаны биіктік деп алсаңдар болады, мынаны табан деп алсаңдар болады. Немесе керісінше 7 табаны болады, 4 биіктігі болады. Мына жерде де керісінше. Сондықтан кейде суретті былай салған ыңғайлы болады, кейде былай болады. Ал негізінде тік бұрыш үшбұрышта ол бәрібір. Сол екі катетті көбейтіп 2-ге бөлесіңдер. Бірінші формула бойынша. Сондықтан S тең 2-ден 1, 7 көбейту 4, 2 мен 4 қысқарады, 2, жауап 14. Үшбұрыштың ауданы 14-ке тең, жауап Б болады. Ары қарай жалғастырамыз. Үшбұрыштардың ауданы, достар, тік бұрышты үшбұрыштың биіктігі оның гипотенузасын 16 см және 9 см кесінділерге бөледі. Үшбұрыштың ауданын табыңыз. Тік бұрышты үшбұрыш берілген, оны көріп тұрмыз. Міне, мына бұрышы тік, және ол тік бұрышынан бізде биіктік түсірілген. Ол да міне 90 градус болып жасайды тік бұрыш. Енді осы биіктік H, ол гипотенузаны 9 және 16 деген кесінділерге бөледі екен. Үшбұрыштың ауданын табыңыз дейді. Ал енді мына биіктік дайын тұр бізде, мына табан дайын тұр бізде. Онда формуланы жазатын болсақ, S тең 2-ден 1 көбейтілген. Енді мына жартысы 16, мына жартысы 9. Онда жалпы 25 қой. Ал биіктігі H болады. Үшбұрыштар ауданының 3 формуласының негізгісі, біріншісі осы, достар, табаны мен биіктігінің көбейтіндісінің жартысы. Ол үшбұрыштың ауданы. Енді бізге тек қана осы биіктігін табу керек, сол ғана қалып тұр. Енді бұл жерде қосымша мынандай формулалар пайдалы болады бізге. Тік бұрышты үшбұрышта тік бұрышынан гипотенузаға биіктік түсірілген болса, онда мынандай әдемі қатынас бар екен. H квадрат, яғни мына биіктіктің квадраты, мына екі катеттердің проекцияларының көбейтіндісіне тең екен. Яғни мына гипотенузаны бөліп тұр ғой екі кесіндіге, солардың көбейтіндісіне тең екен. 9 көбейтілген 16. Қандай әдемі формула, достар. H тең, енді бізге H квадрат емес, H керек қой, биіктігі керек. Сондықтан осыны түбірін астынан аламыз, екеуін көбейтіндісін. H тең, түбір асты 9, ол 3 болады, түбір асты 16, ол 4 болады. Сонда биіктігі 12-ке тең. Тамаша. Сонда үшбұрыштың ауданы 2-ден 1 көбейтілген 25, көбейтілген 12. 12 мен 2-ні қысқартсақ 6 болады. 6-ны көбейтеміз 25-ке, болады 150. Үшбұрыштың ауданы 150. Жауап Д. Ары қарай жалғастырамыз, достар. Үшбұрыштардың ауданы, үшбұрыштың 3 қабырғасы берілген 9 см, 10 см, 17 см. Үшбұрыштың ауданын табыңыз. Жақсы, мына қабырға бізде 9, 10 және 17 болсын. Үшбұрыштың ауданын табудың 3 негізгі формула бар. Соның үшіншісін қолданамыз біздер. Ол Гирон формуласы. Формуланы жазатын болсақ, S тең P минус A, P минус B, P минус C. Және оның барлығы түбірдің астында. Ал P деген ол жартылай периметр. Яғни 3 қабырғасын қосып 2-ге бөлеміз. Сонымен ABC деген енді 3 қабырғасы ол түсінікті. Сонымен
Жартылай периметр 9 қосылған 17 қосылған 10 бөлеміз 2. 9 қосылған 17 26, 26-ға 10-ды қоссақ 36, 36-ны 2 бөлсек 18. Енді формулаға қоямыз. S тең түбірдің астында 18, міне P-ның орнына қойып отырмыз 18 жартылай периметр. Жақшаны ашамыз. 18-ден азайтамыз 9-ды, 18-ден азайтамыз 10-ды, және 18-ден азайтамыз 17-ні. Міне достар, осылай болады. S тең 18 көбейтілген. 18-ден 9 азайтсақ 9 болады, 18-ден 10 азайтсақ 8 болады, және 18-ден 17 азайтсақ 1. Тең. Енді бұл жерде былай істейік. Барлығын көбейтіп отырмай, 18 ол деген 2 мен 9-ның көбейтіндісі, 9 көбейтілген 8-ден 1-ді жазбай қойсақ болады. Тең. Мына 2 9 81, 81 түбірдің астынан 9 болып шығады. Ал 2 мен 8-дің көбейтіндісі 16, 16 түбірдің астында ол 4-ке тең. Сонда аудан тең 36-ға. Міне осылай шығады достар. Жауап 36. Достар, сонымен достар, ары қарай жалғастырамыз. Үшбұрыштардың ауданының тақырыбы. Ауданы 16 см квадратқа тең С бұрышы доғал және АС 5-ге, БС 8-ге тең болатын үшбұрыштың АБ қабырғасының ұзындығын табыңыз. С бұрышы доғал. Сурет бойынша мынау болады бізде. АС 5-ге тең, БС 8-ге тең. Мына бұрышты біздер альфа деп қояйық. Ауданы 16. S тең 16. Сонымен, үшбұрыштардың ауданын табу үшін негізгі үш формула бар. Бұл жерде енді екі қабырға және арасындағы бұрыш. Онда екінші формуланы қолданамыз, достар. Ол жерде S тең 2-ден 1, екі қабырға және арасындағы бұрыш. BC қабырғасы, AC қабырғасы және арасындағы бұрыш ол синус альфа. Міне осы, достар. Енді орнына әрқайсысын қоямыз. S ауданы 16-ға тең, 2-ден 1, BC 8, AC 5 және синус альфаны біздер табуымыз керек қой, міне. Ары қарай 4, 8-бен 2 қысқартсақ 4, 4-ке 5-ті көбейтсек 20, синус альфа тең 16-ға. Енді 16-ны оң жағына жазылайын, онда тұрған ештеңе жоқ. Көбейтеміз, бөлеміз 20-ға, екі жағындағы 20 мен 20 қысқарады. 16 мен 20-ны қысқаратын болсақ, 4-ке мұнда 4, мұнда 5 болады. Сонда синус альфа тең 5-тен 4 немесе 0,8 деп қоямыз. Ары қарай АБ қабырғасының ұзындығын табуымыз керек. АБ қабырғасын енді біздер X деп қояйық. Ол жерде енді косинустар теоремасын қолданамыз, достар. Косинустар теоремасын қолданамыз. X квадрат тең. Ол жерде екі қабырға және арасындағы бұрыш берілсе, косинусы берілсе, онда қарама-қарсы қабырғаны таба аламыз. Сонда X квадрат қосылған 5-тің квадраты азайтылған 2 еселенген 8 бен 5-ті көбейтеміз және ортасындағы бұрыштың косинусына көбейтеміз, косинус альфа. Ары қарай X квадрат тең 64 қосылған 25 азайтамыз 2-ге 5 10, 10-ға 8 80. Косинус альфа, бізде синус альфа бар. Синустан қалай косинус жасаймыз? Ол үшін біздер косинус альфа тең түбірдің астында бір азайтылған косинус квадрат формуласын қолданамыз ғой. Тригонометриялық тепе-теңдіктердің ең алғашқы формуласы осы. Синус квадрат қосылған косинус квадрат тең 1 деген. Сол жерден біздер косинусты шығарып аламыз. Так, мына жерде синус не? Косинус альфа тең 1 азайтылған 0,8 квадрат, ол 0,64 болады. 1-ден 0,64 азайтсақ 0,36. Ал 0,36 түбірдің астынан ол 0,6 болады. 0,6. Сол жерге міне косинус альфаның орнына біздер 0,6-ны қоямыз. Ары қарай X квадрат тең болады 64-ке. Қосамыз 25-ті болады 89. Азайтамыз 80-ді 0,6-ға көбейтсек 48.
x квадрат тең 89-дан 48-ді азайтатын болсақ, болады 41. Енді түбірдің астынан алсақ, түбір асты 41. Сөйтіп, АБ қабырғасында таптық достар, ол түбір асты 41, жауап А. Сонымен достар, үшбұрыштардың ауданын тақырыбын ары қарай жалғастырамыз. Радиус 6 сантиметрге тең болатын шеңберге іштей сызылған дұрыс үшбұрыштың ауданын табыңыз. Дұрыс үшбұрыш болса, мына үш қабырғасы өзара тең және олардың бұрыштары тең. 60 градустан. 60 градустан. Так, радиус бізде 6 сантиметр. Қабырғалары бұлай А деп қойсақ болады. Мына радиус R тең 6 сантиметр. Достар, бұл есепті негізі мына формула арқылы да шығарсақ болады. Біздер S тең А көбейту Б көбейту С бөлінген 4R деген адай формула бар. Бұл туралы тақырып төмендегі сілтеме арқылы қарасаңдар болады. Толығымен осы сырттай сызылған шеңбер, іште сызылған шеңбер туралы тақырып бар. Бірақ және бір тиімді тәсілі ол үшбұрыштардың негізгі ауданын табудың негізгі үш формуласы бар. Соның екіншісін қолданып шығарып көрейік. Ол жерде былай еді. S тең 2-ден 1, 2 қабырғасының көбейтіндісімен арасындағы бұрыштың синусына көбейтеміз. Ол қалай? Негізі бізге дұрыс үшбұрыш берілгендіктен, егер біздер мұна радиусты тағы да мына жерден жүргізіп жалғастыратын болсақ, ол да бізде 6-ға тең. Сосын мына жерден жүргізсек, ол да 6-ға тең, және мына үшбұрышымыз бізде тең 3 бөлікке бөлінді. Олай болатын болса, біздер қазір бір бөлігін тауып, оны 3-ке көбейтсек болғаны. Яғни, мына боялған үшбұрыштың ауданын табамыз, 3-ке көбейтеміз, өйткені тең 3 бөлікке бөлінген. Жақсы, оны қалай табамыз? Мына жерде, мына бұрыш бізде 120 градусқа тең. Өйткені 360-ты 3-ке бөлеміз ғой, 3 үшбұрыш болғандықтан. Сосын, мына қабырға радиусы 6-ға тең, мына 6-ға тең. Олай болатын болса, мына формулаға салатын болсақ, S тең 2-ден 1 көбейтілген. Енді А және Б. Оның орнында бізде мына радиус ойнап тұр. Радиус. Бірінші қабырғасы, екінші қабырғасы, ол да радиус болып тұр. Сондықтан 6 көбейтілген 6 және осы екі радиустың арасындағы бұрыш 120 градус болып тұр. Синус 120 градус дейміз. Тең 6 мен 2-ні қысқарсақ 3, 3-ке 6-ны көбейтсек 18. Және синус 120 градус. Синус 120-ны біздер 90 қосылған 30 деп жазамыз. Келтіру формуласы бойынша синус 90 қосылған 30, ол косинус 30 градус болып кетеді. Тең 18 көбейтілген косинус 30 градус, түбір асты 3 бөлінген 2. 18 бен 2 қысқарады, 9 түбір асты 3 болады. Бұл мұна бір бөлігін ауданы. Бірақ бізде ондайдан 3 өтедік қой біздер. Сондықтан 9 түбір асты 3-ті біздер 3-ке көбейтеміз. Сонда 27 түбір асты 3 болады. Толық мұна үлкен үшбұрыштың шеңберге іштей сызылған үшбұрыштың ауданы 27 түбір асты 3 болады. Осылай табылады достар. Жауап А. Келесі есеп. Достар, жалғастырамыз үшбұрыштың ауданы тақырыбы. Мынандай дайын сурет берілген. АБЦ тік бұрышты үшбұрышы, С төбесінен CD медианасы жүргізілген, 10-ға тең және бір катеті 16-ға тең. Үшбұрыштың ауданын табыңыз дейді. Енді мына жерде мынандай бір лайфхак дейміз ба, достар. Тамаша мынандай бір жағдайды қарастырайық қазір. Егер біздер мынаны бұлай А нүктесінен басып, А төбесінен басып жалғастыратын болсақ, және Б төбесінен басып перпендикуляр жүргізіп жалғастыратын болсақ, онда бізде мына жерде АЦБК деген мынандай тік төрт бұрыштың жалғасы, тік төрт бұрыш пайда болады. Және осы жерден CD диагоналін жалғастыратын болсақ, ол осы жерге келіп тіреледі. Сонда не болды? Сонда бізде тік төрт бұрыш пайда болды. Және тік төрт бұрышта диагоналдар қиылысып, және қиылысқан нүктесінен қақ бөлінеді. Оны да білеміз. Сондықтан ДК 10-ға тең болады,
және мынау BD 10-ға тең болады, және AD 10-ға тең болады. Қандай тамаша. Сонда AB мына табаны 20 болып тұр ғой, достар. 20 болып тұр. Ал ауданын табу үшін бізге мына екі катетін білу керек қой. Өйткені біреуі биіктік, біреуі табан болып есептелінеді. Үшбұрыштың ауданын табудың бірінші формуласы бойынша 2-ден 1 AC көбейтілген BC болады. Біреуі табаны, біреуі биіктігі болып есептелінеді. Сонымен 16 табаны бар мысалы, ал биіктігін табуымыз керек. Енді AB бізде 20, Пифагор теоремасын қолданамыз ғой былайша айтқан кезде. AC-ны табу үшін түбірдің астынан AB квадрат азайтылған BC квадрат. Енді орнына қояйық. AB 20-ның квадраты азайтылған 16-ның квадраты түбірдің астында тең болады 400 азайтылған 256. 400 азайту 256 тең 144. Ол 12-ке тең. Сонда AC 12-ке тең екен. Енді мына формуланы арқылы жалғастыратын болсақ, 2-ден 1 AC 12-ке тең, BC 16-ға тең. 16 мен 2-ні қысқартсақ 8 болады. 8-ді 12-ке көбейтсек 96 болады. Сонда ABC үшбұрыштың ауданы 96-ға тең. SABC 96. Жауап А болады. Сонымен достар, арқылы жалғастырамыз. Үшбұрыштың ауданы мынандай дайын есеп берілген. ABC үшбұрышы А төбесінен АК медианасы жүргізілген 9-ға тең, және AC қабырғасы 14-ке тең. Медиана BC қабырғасын 7-ге тең мынандай екі бөлікке бөледі. Сонымен ауданы нешеге тең дейді. Бұл жерде мынандай нәрсені білуіміз керек. Медиана мынандай. Жалпы медианалар туралы тақырыпты достар бөлек сабақ ретінде қарай аласыңдар. Медиана, бисектриса, биіктік деген. Мына жерде енді айтып кетейік. АК медианасы бізде мына ABC үшбұрышын тең екі бөлікке бөледі. Яғни біздер қазір мына ауданын тауып 2-ге көбейтсек болды. Сонда ABC үшбұрышын табамыз. Өйткені мына екі аудан бір-біріне тең. Медиананың қасиеті сода. Қабырғасын қақ бөлсе, ол ауданында тең екі бөлікке бөледі. Сонда АКЦ ауданын қалай табамыз? Ол Герон формуласы арқылы шығады, достар. P минус А, P минус Б, P минус С. P деген айттық біздер, ол жартылай периметр, яғни үш қабырғасын қосып 2-ге бөлеміз. Ал біздің жағдайда жартылай периметр не ол? P тең, үш қабырғасын қосамыз, 9, 7, 14. 2-ге бөлеміз. Бұл 15 болады. Сонда S, AKC тең болады. Түбірдің астында 15 көбейтілген. 15 азайтамыз 9. 15 азайтамыз 14. 15 азайтамыз 7. Және оның барлығы түбірдің астында. Сонда не болды? 15 көбейтілген. 15 азайтсақ 9, 6. 15 азайтсақ 4, 1. 15 азайтсақ 7, 8 болады. Түбірдің астында. Тең. Ары қарай мынаның барлығын көбейтпей, түбірдің астынан қазір былай шығарып көрсек болады. 5 көбейтілген 3, 6 ол 3 көбейтілген 2, және 8 ол 2 көбейтілген 4. Түбірдің астында. Тең. 3 пен 3 9-ды береді. 9 түбірдің астында 3 болады. 2 мен 2 түбірдің астынан 2 шығады, және 4 түбірдің астынан 2 болып шығады. Түбірдің астында 5 қана қалып қояды. Сонда 3, 2, 2-ні көбейтетін болсақ 12 түбір асты 5 болады. Ол мына бір бөлігі ғана. Екінші бөлігі де тура сондай болады. Сонда S, A, B, S тең болады. 12 түбір асты 5-ті 2 көбейтсек 24 түбір асты 5. Сонда жауап достар Б болады. Үшбұрыштың ауданы тақырыбын достар жалғастырамыз. Мынандай дайын есеп берілді. A, B, S тікбұрышты үшбұрыш. BM түзу арқылы AM кесіндісі 6-ға тең, және AMB үшбұрышы 135 градус екен. BC қабырғасы 10-ға тең. Үшбұрыштың ауданын табыңыз. Енді бұл жерде мынандай бір үшбұрыштың қайсы формуласы келеді деп қазірше біздер
тауып іздемей ақ қояйық. Оған дейін біздер мына бұрыш нешеге тең екенін қарап алайықшы. Жазыңқы бұрыш 180, одан 135 азайтсақ 45 болады. 45 градус. Енді BCM деген мына үшбұрышты қарастыратын болсақ, ол тікбұрышты үшбұрыш. Мынау 90 градус, мынау 45 болса, онда мынау да 45 қой, достар. Мынау да 45. Онда екі бұрышы тең болса, ол тең беріліш бұрыш қой. Мынау BC 10-ға тең болса, онда мынау да 10-ға тең. Міне жазып қойдық 10. Сонда AC 16-ға тең болып тұр, BC 10-ға тең, бұл биіктік, мынау табан. Енді барып айтсақ болады, достар. Үш бұрыштың ауданының 3 формуласы бар, негізгі соның біріншісіне сәйкес келіп тұр. Биіктігі мен табаны берілсе, онда биіктігі мен табаны көбейтісінің жартысы 2-ден 1 BC көбейтілген AC болады. S тең деп жазамыз. BC бізде 10-ға тең, AC 16 болып тұр. 16 мен 2-ні қысқартамыз, 1 8 болады. 8-ге 10, 80. Жауап D. Осылай оп-оңай шығады, достар. Достар, жалпы осындай есептер көп болсын десеңдер, Instagram парақшамызға, TikTok парақшамызға және YouTube каналымызға жазылып алыңдар.